Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі видеомыз үй жағдайында лимон ағашын өсіру туралы болмақ. Үйде лимон өсірудің түк те қиындығы жоқ. Күнделікті күйбең тіршіліктен, жұмыстан шаршағанда жайлы, тыныш, еркін демалуды қалаймыз. Ал мұндай жайлылықты қалыптастыруға бөлме өсімдіктерінің көмегі өте көп. Сондай жасыл желектердің ішіндегі пайдалысының бірі лимон ағашы. Қазіргі кезде лимонды тек жеміс ретінде ас ауқатқа ғана емес, өзге түрлі тазарту, ағарту құралдарына, кейбір жәндіктерден құтылу үшін де пайдаланатынына көз жеткізіп жүрміз. Бұрындары таңсық болатын цитрусты жемісті қазір жер таңдамай өсіре берудің түрлі амалдары жасалынған. Лимон ағашын тіпті шай ішетін кеседе өсіруге де болады. Хош иісті, қай мезгілде болсын жасыл қалпында қалатын осы өсімдікті дәні арқылы өсіріп көріп, жанға жайлы жайлылықты үйіңізден табыңыз. Сонымен достар, лимон қалай өседі? Бірінші кезекте лимонның үлкен тұқымдарын алдын ала іріктеп дайындап алу керек. Дәндер тезірек өнуі үшін сыртындағы жұқа қабықтардан толық тазарту қажет. Дайын болған дәндерді жылы суға саламыз. Жылы суға салынған дәндер 3 немесе 4 күнде ақ бөртеді. Тек суын күн сайын жаналап тұру керек. Орташа көлемдегі кесе тауып, астына аздап ұсақ тас пен топырақ салып дайындаймыз. Дәндердің сүйір жағын топыраққа қадап, араларын 5 мм-ге жуық етіп отырғызу қажет. Үстінен ірі құм себіледі. Келесі кезекте ыдыстың бетін пленкамен жауып қоямыз. Күн сайын су сеуіп ылғалдап, желдетіп тұру керек. Пайда болған ірі өсінділерді 5 айдан кейін жеке ыдысқа қондыру қажет. Ал келесі лимон көшетіне қалай күтім жасаймыз? Үй лимонын күту кезінде қалыпты, уақытылы суғарып отыру керек. Жапырақтарын шаңнан тазартып, сүртіп, су бүркіп, ылғалдап отыру керек. Сондай-ақ, көшеттер бірдей өсу үшін ай сайын сол орнынан қозғамай 2 см айналдырып тұрған дұрыс. Өскін көтерілген сайын үлкен көлемдегі ыдысқа отырғызылады. Міндетті түрде түрлі және арнайы лимонға арналған тыңайтқыштармен қоректендіріп отырған жөн. Тек жаздың ыстық айларында ғана тіке түскен күн көзінен қалқалау қажет. Басқа уақытта жарықта жақсы өседі. Қыс айларында 12-14 градустан төмен болмағаны дұрыс. Егер осы температуралық жағдай жасалмаса, өсімдік көктемде гүлдемей қояды. Ал гүлдегенде түйін салғанда 18 градустан төмен болмауы керек. Жалпы лимонның биіктігі 5-8 метрге дейін жетеді. Ал үйде өсірілетін лимон ағашы 2 метрге жуықтайды. Лимон ағашы 60 жылға дейін жасаса, үй жағдайында өсірілетіні 40 жыл өмір сүреді. Ал егер жақсылап бабын жасасаңыз, одан ары тағы 10 жыл қосуы әбден мүмкін. Дәннен өсірген лимон ағашының алғашқы жемісін ұзақ күтуге тура келеді. Олар 7 немесе 8 жыл, кейде 10-15 жылдан кейін ғана жеміс береді. Бұл процесті тездету үшін 1 жылдық көшетті жеміс беретін ағаштың бұтағымен телу керек. Мұндай өсімдік 2-3 жылда гүлдей бастайды. Бір лимон жемісі толық жетілу үшін сабақ бойында кем дегенде 10-15 жапырақ болуы қажет. Лимон ағашы бая өскенімен үйге әкелер пайдасы өте көп. Лимонның жапырақтары фитонцидтер шығарады. Бұл дегеніміз биологиялық белсенді заттектер. Ол бактериялардың дамуына және саңырауқұлақшалардың өніп өсуіне жол бермейді. Және де бөлмені жағымды жұпар иіске бөлейді. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Лимон ағашын үй жағдайында өсіріп, оларды күту сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз.
егер де каналымызға әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеомызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы.